Алтын білезікте бәйбіше. Бәйбіше құстөсектің үстінде керіліп бара жатты да, білегіндегі алтын сағатқа қарады. Сағат тілі 11:30-ға жеткен екен. Басын көтерді. Немене, бұл үйде тірі жан қалмаған ба? Жым-жылас болыпты ғой, өңкей тобыр. Естірте сөйлеп орнынан тұрды. Асықпай киініп, ырғала басып, сыртқа беттеп, есікке енді жетіп, itергені сол еді. Арғы жақтан ентелей келген келіні де дәл сол сәтте тұтқадан тартып қалмасы бар ма? Бәйбіше ауыр денесін билей алмай екпінмен барып табалдырықтан аса жер терей шоңқиды. Зәресі ұшқан келіні көзі шарасынан шығып, тілсіз сойдиып қалды. Ойбай! Белім сынды. Сынды белім. Қасқыр қуған қойдай елірген албасты өлтірді мені. Енесі бар даусымен байбалам салып жатыр. Еңкейіп қолтығынан сүйей берген келінді шынтағымен бүйірден түйіп жіберді де, жұлқынған кемпір, кет, албасты. Көзіме көрінбе, деп зекірді. Қақпасы жабық аула ішінде аяғын нығыздай басқан бәйбіше бой жазып бара жүрді. Екі қолын алма кезек қозғалтып білеген айналдыра қарап қояды. Ақ самауырды сүйрете көтеріп аулаға апарып, от тамызып отырған келініне жанай бергенде ол, ойбай, белім дегенді үзіле ыңыранып, жалғыз көзінің қиығымен сынай қарады. Онсыз да запыс болған байқұстың жүрегін одан әрі шошыта. Бәйбішенің өзгелерден өзгеше көп әдеттерінің біреуі ток пен газға пісірген тамақты дәмсіз деп аузына алмайтыны. Ең аяғы кесеге құйылған шайдың мөлшері де көңілден шықпаса төңкеріп тастап, теріс айналып жатып қалатын. Бұндай талаптарды қанағаттандыру әркімнің қолынан келе берер дейсің бе? Енесіне ертеңгі шайын беру үшін күн сайын мектептегі жұмысын 2-3 сағатқа шегеріп тастап келіні арнайы келіп кетіп жүр. Қатының менен құтылу үшін қастық жасап, белімді сындыра жаздады деп, 5 минутке үйге оралған ұлына шағымын түгел жеткізіп болған соң бәйбіше сілкене басып үйге кірді. Келініне соқтығуға, жаңа сылтау таба алмай бөлме ішін бір аралап келді де жаюлы тұрған дастарханның төріне келіп жағасты. Сарқылғанша божылдап тұратын сексеуілге қайнатқан самауырдың қаймақ атқан қызыл күрең шайы орталанғанша да оның түксиген қабағы бар ашылған жоқ. Тағы бірдеме бүлдіріп алармын деп қауіптенген келіні көзін төмен салып, үн шығармай, бар ортамнан ғана кесеге шай құйып, қос қолдап ұсынып отыр. Шайдың жұтқыншақтан өтіп, өңештен қалай жылжығанына дейін естіліп тұрған өлі тыныштықта ашылған есіктің тықыры бұзды. Жас өспірім екі қыз табалдырықтан аттай беріп, «О, апа» деп, жарыса кемпірдің мойнынан құшақтап, кезектесіп беттерін тосты. Одан кейін үлкендеуі, «Апа, бүгін жақсы ұйықтап тұрдыңыз ба? Неге көңілсіз отырсыз?» дегенді сызыла сұрады. «Жоқ» деді дүңк еткен дауыс шақтырмай. «Жаман түс көріп мазам кетіп тұрып едім өзімде». Одан кейін келіні отырған жаққа ата қарап, «Мына албасты көрсетті ғой қорлықты. Ауырып қалмасам сола». Бәйбіше қыңқылға басып біраз отырды да нығыздай сөйледі, «Түсімде өліп қалыппын. Өзіңнен бұрын безді алдыңа сала кетпесең болды» дегенді келіні іштей айтып алса да, еле бар күшін жинап, жымиюға өзін өзі еріксіз көндіріп, майда қоңыр үнмен тіл қатты. «Кісі түсінде өліп қалса тіршілікте жасы ұзақ болады дейді екен ғой бұрынғылар. Әлі талай жылдар өмір сүреді екенсіз олай болса. Жасыңыз ұзақ болады екенді естіген соң маңдайындағы қыртысы жазылыңқыраған бәйбіше айтқанын келсін деп күбірлеп, дастарханнан кейін шегінді. Ол қалыптасқан әдеті бойынша ені құлаш құс жастығын жамбасына салғызды да, тағы сондай үшеуін шынтағының астына басып, жайлы жайғасқан соң жөткірініп қойып, екі қызды қасына отырғызды. Өлген кісінің құлағы ашық болады деген рас екен тегінде. Түндегі көрген түсімде соны өзімде байқадым. Иә, өліп қалған екем дедім ғой. Бәкеңнің құрметіне деп, жиналған адамның көптігін айтпа, жыртылып айырылады. Көзімнің жұмулы жатқанына қарамай кімнің қандай қызметкер екенін және не әкелгеніне дейін естіп, біліп жатырмын. Тәрізі періштелерім. Жеткізіп тұрса керек. Қонақасыма 300 жылқыдан таңдап алып, бір ту бие, бір өгіз бен 5 қой сойылған екен. Дүние шіркін көл-көсір төгіліп жатыр. Сонда да болса елге жағасың ба? Әйтеуір, бір кені тағуға даяр тұрады. Қу ауыз біреудің, абыр-дабырдың ішінде кем екенін ажырата алмадым, ту биесінен тайдай құлын шықты ғой, совхоздың малын аясын ба деп сыбырлап айтқанын естіп қалдым. Қызғаныштан іші күйген біреу ғой. Қарғып тұрып бас салса өзін. Мен оған кіжініп жатқанда кесек қазыны бітеу жұтып сары молда қақалыпты. Не істейміз? Деп, балалар есі кетіп шауып жүр.
Мен ышқына айқайлаймын, желкеден ұрыңдар, көк желкеден. Сөзіме бір жан құлақ асар емес. Ызаланғаным-ай. Өздерің білесіңдер, маған ашуланған зиян ғой, қаным өрге шапшып кетеді. Одан кейін талықсып кетсем керек, қанша уақыт өткенін сезбей қалдым. Бір кезде бәрі қайтадан ап-анық естіле бастады. Жаназамды шығарып болған соң кілеммен орап, гүлмен көмкерген депутат қыз айдайтын К700-дің үстіне апарып салды. Апырай, машина таппағандай бұлары несі, ей деп, енді ойлай бергенім сол еді, біреу құлағыма сыбыр етті. Сізге балаңыз елден ерекше құрмет көрсету үшін алып трактормен апара жатыр. Бәрі оның қолында ғой. Мен сөйлемесем де ойымды түсініп, жауап беріп жатқандарына таңданып үлгергенімше төбенің үстіне де жетіп келді. Қасымнан айналсоқтап шықпай жүрген сары молда дәл қабырға түсірер кезде зым-зия жоқ болып шыққаны. Жан-жақтан іздеп аласапыран болды жұрт. Шай қайнатым мезгіл өткенде барып біреу бұта түбінде талып жатқан жерінен тауып әкелді. Енді жедел жәрдемге ат шаптырып әуреге түспесі бар ма? Мені бұлай тастап қойып, жұрттың көңілі түгел сары молдаға ауды. Оның жүрек тұсын ысқылап, қол аяғын уқалап әлек болып жатыр. Оны ішімнен менде сыбап жатырмын. Түндегісі анау. Бүгінгі әлегі мынау. Жүрегі жаман құрғыр, молда болған несін алған. Сүйегімді күнге борыстып қу көсенің кесірі-ай. Бет алдыңнан жарылқағыр біреу жедел жәрдем келгенше бір бөтелке сыраны молданың бетіне бүркіп жібергенде қалтаң еткізіп басын көтеріп алып, сырадан екі ұрттап есін жинап үлгерді. Оның талып қалған себебі мынау болып шықты. Ел түгел жиналып болғанша дәрет ала қояйын деп бұта түбіне барып отыра кетсе, дәл қарсы алдында қаздиып қара шұбар жылан тұр екен. Қадалған көздерін көргенде молдекең сөзге келмей отырған жерінде есі ауып, қисая кеткен ғой. Сонымен үйтіп-бүйтіп менің жамбасымды жерге тигізді. Қабырымның үстіне топырақ салып жатқандар үйдегі ет суып қалды ғой. Тезірек қимылдасаңдаршы дегенде бір-біріне күбірлеп, топырақты апыр-топыр үйіп жатыр еді. Күнәсі тарасын деп, ұшына 5 сомнан ақша түйіп таратқан бір бет орамалға ие болған соң лезде тайып тұрды бәрі түгел. Құлаққа ұрған танадай болдым да қалдым. Қозғалмай біраз жаттым. Артта қалған жарық дүниені қия алмай ішім удай ашуда. Айнала қараңғы түнек. Көрдің топырағы бұндай суық болар ма? Қалшылдап тоңып барамын. Жанды қоярға жер таппай дөңбекшіп жатып бір саңлауға көзім түсті. Тыныс алмай соған көз тіктім. Түрлі қобыжық ойлар басымды түгел шырмап алды. Не болса да кері қарай қашпаққа орнымнан көтеріле беріп едім, саңлау ұлғая берді де қол көрінді. Алқымымнан алғалы келе жатқан шығар деп шошып кеттім. Кебеніме оралып тұруға шамам келсеші. Жүр бері деді таныс дауыс. Бірақ иесі көрінбейді, кім екені әлі белгісіз. Кімсің десем, дыбысым шықпайды. Телім таңдайыма жабысып қалыпты. Кел бері мұнда. Кім екенімді көресің ғой дейді әлге тағы да. Қашып құтылар жер жоқ болған соң кебенімді сүйретіп дыбыс шыққан жерге қарай жылжыдым. Саңлау көз алдымда ұлғая берді. Әлгі адам қайда жүр деп ойлап болғанымша бір жақ беті қап-қара, сұп-сұр біреу ыржиып алдыма келіп тұра қалғаны. Жаным дәл мұрнымның ұшына жеткен болар. Көзім қарауытып, тізем бүгіліп бара жатқанда әлгі кісі білегімнен ұстай алды. Қолы мұндай сүйкімсіз болар ма кәпірдің? Жылан оралып қалғандай білегіме. Ырсыңдап күлген сүйді. Немене, шынымен де танымай тұрсың ба, ақ қатын? Көкпеңбек болып сойдиған тістері неткен сүйкімсіз. Мен басымды шайқап кере шегіндім. Ол тақылдап қалар емес. Соғыс жылдарында байыңды майданға жібермей алып қалған дәрігермен едім ғой. Байың қасыңда қалып, өзгелер сияқты күнге күйіп, суыққа тоңбай, көлеңкеде отырып, ақ қатын атандың емес пе? Шынымен ақ ұмытып қалдың ба? Енді есіме түсті, ондай. Дәрігердің болғаны рас еді. Бірақ ана бір бетің неге қап-қара болып кеткен деп сұрайын десем тістерім сақылдап, еріндерім икемге келмейді. Бұл құрғырдың ақысына кезінде өгіз беріп құтылып едік қой. Қайдан маған тап келді? Мен ойланып тұрғанда ол ернін жалап, тамсанып, жақындай түсті. Сенің келеріңді көптен бері күтіп жүр едім. Тиының бар ма? Берші. Жоқ, тиын жоқ қалтамда деп жанымды сипаладым. Ол бетіме сенімсіздікпен үңіле қарап, жүр мына жақты аралап келейік деді де, жауабымды күтпей сүйрелей жөнелді.
Амалсыз ілесіп келемін. Жүрі үлкен қақпаға тап болдық. Анау тұрған бейіштің алтын қақпасы дейді әлге, дірілдеген сұқ саусағымен оң жақты нұсқап. Қарауылы қатал жібермейді. Талай рет талпынып өте алмадым. Сол сәтте қасымдағы бәледен құтылудың жолы басыма орала кеткені. Сен осы жерде тұра тұр. Мен барып қарауылын айналдырып көрейін дедім де, білегіме желімделіп қалған қолдан сытылып шығып, жүгіре басып, қақпаға жеттім. Қарауылын айналдырып, ішке өтіп алған соң нұсқау бердім. Анау кісі келсе кіргізбе, ол ұры. Жабысқан бәледен құтылғаныма қуанып, жан-жағыма қарасам, қаз-қатар тізілген сансыз көп дүкендер тұр. Шетке біреуіне келе салдым. Іші толған дүние. Әлгі таныс арқылы үстеме қосып зорғалатын модалы киімдер ше. Сол жерде тіпті өтпей тұр екен. Несін айтасың, асыл заттардың көптігі сондай, шетінен көздің жауын алады. Дүкеншілері бірінен бірі өткен әдемі киімдерді кезек-кезек ұсынып, артыңнан қалмай жүгірерін қайтерсің. Соқыр тиын апармай діңкемнің қатқаны-ай. Көрген нәрселерді тастап кетуге көзім қимай, сол жерде айналсоқтап көп жүрдім. Шіркен дүниелер-ай. Бәрі тепте арзан бағамен тұр. Апарып 2 есе бағамен сатса жұрт қоймай алар еді. Несиеге де бергісі келмейді. Өздері адамға сенбейтін қулар екен. Соларды дегеніме көндіре алмай әбден налып жатып, оянып кетсем түсім екен. Тағы да қаным көтеріліп кетіп, екі шекем лықылдап, жүрегім лоблып, көпке дейін өзіме өзім келе алмай қиналдым. Бәйбіше көрген түсін түгел жеткізіп болып, тершеген маңдайын сүртуге бетарамалын көтере беріп еді. Сусыған жеңнің артынан білезік жарқ ете қалды. Балалық сезіммен көрген сайын қызығатын әдетіне басып, үлкен қыз сіңлісіне қарады. Апамның білезігіне қарашы, қандай әдемі. Өрнегі неткен тамаша. Ені де сондай жалпақ. Тепті 3 еледен асып тұр ғой. Сіңлісі оған құмарта қарады. Апа, маған бір күнге бере тұрыңызшы. Қолыма салып, бірге оқитын қыздарға көрсетіп келейін. Апасы оны жалғыз көзімен атып жібере жаздады. Тәйтары, білезіктен садаға кеткір. Сенің жаман боқмұрын қыздарың жақсы заттың құнын білуші ме еді? Арнасы лезде тасып шыға келетін апасының сыры бұрыннан мәлім болғанымен, жолдас қыздарын боқмұрын деп кемсіткені бұл жолы жанына аса батса керек. Кіші қыз жыламсырап шығып кетті. Шиеленісті бәсеңдетпекке ұмтылған әпкесі апасының көңілін өткен күндеріне бұрды. Апа, бұндай білезіктер кезінде қанша тұрушы еді? Есектен шыға жөнелген немере қызының артынан талай сөздің көгенін ағытып үлгерген апасы екпінін әрең басып, даусын баяулатып қарады да. Кезінде апаң бұны бір жанан бидайға айырбастап алған деп, мақтаныш сезіммен білезікті сипап қойды. Қыз оған таңдана қарап қайталап сұрады. Бір жанан бидай дейсіз бе? Бәйбіше кербез қозғалып, шынтағындағы жастықтарды көтеріңкіреп әңгімесін жалғастырды. Иә, дәл бір жанан бидайға алғанмын. Соғыстың басталғанына 3-ші жыл болатын. Аталарың колхозда бригадир. Жексенбі күні еді. Бидай сатуға қалаға барғанбыз. Түрі жүдеу жас әйел шет жақта осы білезікті қолына ұстап тұр екен. Күйеуімнен қара қағаз келіп еді. 3 балам өте жас қалды. Аштықтан бұралып үйден шыға алмай отыр. Мынаны бір шелек бидайға алыңызшы деп, жәудірейді алдыма келіп. Білезікке ішімнен қызығып тұрсам да сыр білдірмей, менменси сөйледім. Бір жанан бидайға берсең бер. Бермесең қой. Қазір бұндай темір кемге керек. Байы майданда өлген жалғыз сен дейсің бе? Қарсы сөзге келмей әйел төмен қарап мұңайып қалды. Мейлі, бір жанан бидайға болса да алыңызшы. Шешемнен қалған көз еді. Бірақ сатпасқа амалым жоқ деп жылап жіберді. Қуанып кетіп, білезікті қолыма салып алдым. Міне сол күннен бастап бір ортаға бара қалсам білегіме қызыға қарамайтын жан жоқ. Бәйбіше көйлегінің жеңін сырып, білезікке ризашылықпен жымия қарап сұқ саусағымен ары-бері қозғалтып қойды. Одан кейін лезде өңі сұрлана қалды да, жалғыз көзін қарсы алдындағы қабырғаға тікті. Ертеңіне төркініме қыдырып кетсем қораға бөтен сиырлар қаптап кетіпті. Қарасаң келгірлердің ең болмаса біреуінің белін үзейін деп, сойылдың астына алдым келіп аямай. Әсіресе бір тайыншаны өкірттім ау. Ең соңында бар күшіммен бел омыртқадан періп қалғанымда, жуан сойыл қақ бөлініп, жаңқасы келіп оң көзіме қадала түскені. Міне сол күннен бастап бір көзім кем болып қалды ғой.
Бәйбіше сөзін аяқтай салып, есіктен кірген келініне бүкіл денесін бұра қарады. Ей, жалақыңды әкелдің бе? Бүгін алатын күндерің еді ғой. Келіні естімегенсіп, өз бөлмесіне өтіп бара жатқанда ол дауыстап, сұрағын әлі тағы қайталады. Жауап болмады. Ашуға булыққанда жалғыз көзі шатынап, ақсұр жүзі күреңітіп, түрінен адам түршігердей, еріндері жыбырлап кететін әдеті еді. Қасында отырған немере қызы сұсынан қорқып, сыртқа безді. Көмейдегі тығына атылып кетті де, түйдек-түйдек сөздер ағылды келіп, суырдан қорқып жүрегі жарылып өлген әкесін бүгін көмгендей мынау неге тұлданады? Шілдесінде шырақ бітпеген жаман сушының қызы, саған да жал бетейін деген екен. Жаныңа торсық байлатпаш жаман ат секілді жауап бермей, аяқ асты итетін пендені тапқан екенсің оңай жерден. Қанеки, мен сенің күшіңді көріп алайын деп ышқынды. Үні шықпай отырған келіннің қасына барып, қалған зәрін ақтаруға сыбанған бәйбіше отырған орнынан оқыс көтерілді. Аттай беріп, ах деген дыбысы шықты да етбетінен құлады. Қасына келіні жүгіріп келгенде езуден қанды көбік ағып жатқан болатын. Бәкеңнің шешесі қайтыс болыпты деген хабар жарық жылдамдығындай лездікпен сымсыз тарап, ауылдың 3 бөлімшесіне түгел жетіп үлгерді. Қонағасының қамымен қазан басында жүрген әйелдер бәйбішенің менің жамбасым жас кезімнен мамыққа үйренген. Өле кетсем құтылғандарыңа қуанып, 3 метр кездемеге орап, сызды жерге тыға салмай астымдағы өз жастығымды қоюды ұмытпаңдар деп күні бұрын айтып қойған өсиетінде түгін қалдырмай ауыздан ауызға жеткізіп жатты. Жарықтық-ай, 80 жасқа келгенше келіндерінің біреуіне азабын тартқызбай, аяғынан тік жүріп өткенін қарашы. Деді ортаңғы қазанға ие болып отырған қара кемпір, ошақтағы отты көсеп-көсеп жіберіп. Көбік қалқып жатқан толық сары әйел астыңғы ернін сылп еткізді. Апырай, бұл кісі 80 жасқа келген бекен. Әлі күнге дейін үй ішінде ақшаны өзі ұстай деп еді. Жастау әйел оны қоштай жөнелді. Иә, мен де естіген едім. Ақша алақанына қатталып келіп, саусақтарының арасынан суртпақтап қана әрең шығатын көрінеді ғой. Түр тұлғасына қарағанда 80 жасқа келді деп ешкім ойламайтындай еді ғой деп көршісіне қарады салпы ерін әйел. Үшінші қазанды сапырып тұрған егде тартқан қатпа әйел сөзге араласты. Кесіні қартайтатын ауыр еңбек, қайғы мұң ғой. Өмір бойы қолын жылы суға малып өткен адамның бетіне әжім қайдан түссін. Оның үстіне соғыс жылдарында күйеуі екеуі де жастарын 10 жылға ұлғайтып алған көрінеді ғой. Жаңа сойылып жатқан қойдың ішек қарнын аршуға кіріскен қолды аяқтай пысық кемпір бұның сөзін қоштай кетті. Сенің сөзіңнің жаны бар. Жүн жұрқа, тере-терсектің бастығы болып тұрған жерінен зейнетке шығып, ауылға қайта оралғанда, қатынның тәлін алып, жасымды ұлғайтып, балды бармақты сорып отырған жерден мезгілсіз айырылғанымай деп, байының өкінгенін өз құлағыммен естігендерді білемін мен. Өзгелерді тыңдап, үнсіз ғана сорпа ұрттап отырған ақсақ кемпір. Біздің күйеулеріміз қан майданда жаумен шайқасып, өзіміз мұнда тыным көрмей, ерніміз тілініп, егіндікте жүргенде бұл бәйбіше қос етек ақ көйлекті киіп, көлеңкеде отырып, байының тапқанын ішетін еді деді даусын соза. Екінші қазанға ие болып отырған домалақ келіншек белі ортадан сөзді бөліп жіберді. Өзгелер отан қорғауға кеткенде оның байы не бармай қалды. Кемпір үзілген ойын қайта жалғастырды. Дәрігердің тәлін тауып, бәйбіше ауру деген қағаз алып беріпті ғой. Содан әскерге шақырту келген сайын күйеуін үйге жатқызып, өзі шақырушының алдынан көлденең шығып, сырттан қайтарып жіберіп отырған. Домалақ келіншек тағы шықты көлдереңдеп. Ой, апа, мынауыңыз тіпті шындыққа жанаспайтын нәрсе ғой. Өзгені қойғанда ондай адамдар күйеуі майданнан қайтпай, қара жамылып қалған жесірлер мен жетімдерге, мүгедек болып оралған азаматтардың бетіне қалай ғана қарайды. Солардың бетіне тура қарай алмаған үшін шығар, жеңіс күнін бізбен бірге тойлауға ары жетпей, өз ауылын тастап өзге жаққа көшіп кеткені. Бірақ кеткенге дейін бұл бәйбішенің байы бригадир болып, жесір әйелдердің басына талай рет әңгіртаяқ ойнатты ғой. Әлі есімде. Тепті дәл бүгінгідей. Күйеуінен қара қағаз келгеніне 10 күн болған Қалиха есімді жас әйел бар еді арамызда. Масақ теріп келе жатқанбыз. Алдымыздан бригадир қарсы жолықты. Ол атынан түсе Қалиханың білегінен шап беріп ұстап алды да сөзге келмей кері қарай сүйрелей бастады. Қалиха жұлқынып қолын босата алмай әуре. Не істерімізді белмей, орта жолда сасып бес тұрмыз.
Бригадир оның белінен құшақтап алған кезде, зығырдана қайнаған қалиқа құлағын түбінен бұрап жұлып ала жаздады. Абирдан айырылған бригадир намыстанып қалиқаны сабап-сабап, теріп әкеле жатқан бір кесе бидайын ұрлап алдың деп тартып алды. Келіншектің жылағаны ай. Содан бері қаншама жыл өтсе де құлағымнан қайғылы үні кетер емсе. Майдандағы күйеулерімізді ойлап қосыла біз де егілдік. Үлкен үште, кішісі 1 жасар 2 баласы үйінде аштан бұралып отырғанын ескеріп, жанымыз ашып, өзіміздің титтей үлесімізден қалиқаға бір уыс бидай беріп, үйімізге қайтып едік. Қонағасындағы көлгөсір молшылықтың қызығын бөліскен 2 түн өте шықты. Ертеңінде сәскеде бәйбішенің денесін жерлер кезде сары молда бүлік шығарды. Мүңкір-нәңкүр келгенде бұл затыңыз харам дүние болып, кедергі жасайды деп, жамбасына жастанып жүрген дәу жастықты көрге кіргіздірмей тастады. Көктем өтіп, жаз келді. Мал семіріп, ел жайлаудан қайтарда бәйбішенің асын беруге бар үрім бұтаға қайта бас қосты. Бәрінен бұрын жеткені оның алыста тұратын кеші қызы болатын. Абысын ажын, көрші қолаң ас қамымен айналысып, аулада жүргенде ойда жоқ жерден сарайдағы қоқыс арасынан ұмыт болған баяғы жастықты тауып алды. Келе сала аға жеңгесіне дүрсе қоя берді. Сендер менің шешемнің көзі кеткен соң жиреніп, жастығында далаға тастаған екенсіңдер ғой. Көз жасын төгіп алды да, әрі қарай жалғастырды. Мейлі, өз шешемдікі өзіме дәрі. Кез келгеннің шешесі 80-ге келіп жатқан жоқ. Тәбәрік болады. Алып кетемін. Дымқыл сарайда жыл бойы жатып, мына жастық әуелі шіруге айналыпты. Ол өзімен ере келген қызын шақырып алды да, ей, мына жастықты ана үйдің артына апарып сөгіп, ішіндегі жүнін күнге жай. Кепсін. Кетерде алып кетеміз. Көгеріп кеткен жастықты иесін бұрқыратып алып жүрсек ұшақтағы елден ұят шығар. Мә, апар деп бұйырды да, өзі үйге қайта кірді. Әркім өз тіршілігімен бөлісіп алған міндеттерін атқаруда. Жастық көтерген қыз үйда айналғалы да, шай қайнатым мезгіл өткен. Шаңқайған тал түсте ойда жоқ жерден аула ішін қара түнек басып кетті. Абыр-сабыр күйге түскен жұрт кез келген қуысқа барып тығылды. Жарылып жатқан отын, үйтіліп жатқан бастар, асулы қазандар орын-орында қалды. Әр жерден әр түрлі дауыстар естілді. Ойпырмай, мынау өзі құйын ба, немене? Песмеллә, песмеллә. Ой, сұмдық-ай, мынау өзге құйындарға ұқсамайды ғой. Ей, қараңдар. Анау топырақтың арасында ұшып жүрген не нәрсе? Ой, ана ақшаны қараңдар. Ақша жауып жатыр. Ақша. Әсіресе соңғы дауыс бәрін дүр сілкіндірді. Қызық қуған балаларға қосылып, бірнеше адам кетіп бара жатқан құйынның соңынан тұра қуды. Жайшылықта өзінің отбасын сыпыруға ерінетін торлама қауындай тырсиған 2 әйел борсықша домалап, бәрінен бұрын жетті де, бәйбішенің қызына қосылып, песмеллә, песмеллә деп, қолдарын ербеңдетіп, қалқып жүрген ақшаларды қармалай, құйынның ортасына қойып кетті. Ашық жатқан ұраның қақпағына сүрініп, шетке әйел мұрнымен жер терей жығылғанда бәйбішенің қызы ұраның дәл ортасына омақаса құлады. Жұрт барда ошақ маңына жолай алмай сілекейі шұбырып, алыстан жәудіреген көп иттің құйынның арқасында көрген қуанышын тілмен айтып жеткізе алмайсың. Иесіз қалған бауырсақты бөліп жеп, бір басқа ие болып, қалған олжалардан сайға апарып жәукеңдеді. Нан пісіріліп жатқан қазанда барынан айырылып, сенімді ақтамағанына ұялғандай түбі түгел қызарып, шытынай бастады. Құйынның әлегімен жүргенде ошақ басынан ғайып болған нәрселерді түгендегенде ешкім жоқ.